Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен Өзбекстан халқының тандыр нанын, яғни біз ол нанды тандырда емес, әсел печкада дайындайтын боламыз. Видеоны толық көріп шығыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге ыдысқа сүт құйып аламыз және сармайымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң ыдысқа ұнымызды салып, тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Естеріңізде болсын, тұз бен дрожжды бірге салуға болмайды. Міне сармайымыз бен сүтіміз дайын. Оған аздап салқын су құямыз. Мен көз мөлшерімен жасадым. Енді үстіне шекерімізді салып және дрожжды салып, бетін жауып қоямыз. Осылай жақсылап араластырып болған соң бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қоспамызды алып ішіне құямыз. Енді қамыр күйіне келгенше жақсылап араластырып, қолмен иілеп шығамыз. Міне осылай иілейміз. Қамырымыз өте әдемі шығады, жып-жылтыр болып. Қамырды иілеп болғаннан кейін ыдыстың бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Ал 15 минуттан кейін кәдімгі пісте майда алып жағып, қамырды қайтара иілеп қоямыз. Осылай жақсылап маймен иілеп қойғаннан кейін тағы да 15 минутқа қоямыз. Міне қамырымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Енді аздап ұн шашып, соның бетіне қоямыз. Менің қамырым 4 нан шығатындай етіп өлшеп істедім, ал сіздер порциясын көбейтіп, көбірек қылып жасасаңыздар болады. Алдымен осылай кішігірім зубалғыларға салып қойып қоямыз. Осылай шашықтың бетіне қойыңыздар, сол кезде асты жауыз қалмайды. Беттерін жауып тағы 5-10 минут күтеміз. Қамырымыз мінекей әдемі болып көтерілді. Енді үстінен осылай басып шығамыз. Жан-жағын басып қоймаңыздар. Осылай тек бетін ғана басамыз. Және бетін жауып қалдырамыз. Бір 5-10 минуттан кейін ашып. Міне қамырларымыз дайын. Оны листке салып және үстінен басамыз. Осылай әдемі формаға келтіріп. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжітімізді, макымызды шашып аламыз. Олар жоқ болса да еш нәрсе етпейді. Бұл тек сәндік үшін. Және духовкамызды 320 градусқа қойып, 10-15 минутта пісіріп шығамыз. Мінекей нандарымыз дайын. Базардан нан сатып алмай-ақ өзіміз жасауға болады. Видео ұнаса тіркелуді ұмытпаңыздар.